Қайырлы күн, құрметті әріптестер, назарларыңызда Қазтрансойл компаниясының жаңалықтар топтамасы. Қазтрансойл акционерлік қоғамы мұнай құбыры басқармалары, сондай-ақ еншілес және бірлесіп бақыланатын ұйымдарда республика күніне орай салтанатты іс-шаралар мен марапаттау рәсімдері өтті. Ұлттық мереке республика күніне орай Қазтрансойл акционерлік қоғамы орталық аппаратында, мұнай құбыры басқармаларында, сондай-ақ еншілес және бірлесіп бақыланатын ұйымдарда салтанатты іс-шаралар мен марапаттау рәсімдері өтті. Мереке аясында мұнай құбыры саласының 161 қызметкері түрлі марапаттарға ие болды. Я работаю с 1991 года. Мен мұнай тасымалдау саласында 1991 жылдан бері еңбек етіп келемін. Ал Қазтрансойл компаниясында 1997 жылы оның негізі қаланған сәттен бастап жұмыс істеймін. Бүгін мен еңбек даңқы орденімен марапатталдым. Бұл мен үшін үлкен мәртебе әрі көп жылғы еңбегімнің жемісі. Жастарға айтарым, еңбек жолында табысқа жету үшін табандылық танытып, үнемі ізденіс үстінде болып, өз-өзіңді дамыту керек. Компанияның бас директоры басқарма төрағасы Арман Қасенов өз құттықтауында қызметкерлердің кәсібилігі мен жоғары жауапкершілігін атап өтіп, олардың еліміздің мұнай тасымалы саласы және экономиканың тұрақты дамуына қосқан үлесін ерекше бағалады. Салтанатты іс-шаралар барысында бірқатар қызметкерге төсбелгі және естелік белгілер, сондай-ақ Қазақстан Республикасы энергетика министрлігі, Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы, Қазмұнайгаз ұлттық компания акционерлік қоғамы және Қазтрансойл акционерлік қоғамы атынан құрмет грамоталары, алғыс хаттар табыс етілді. Мәскеуде Ресей энергетикалық апталығы 2025 халықаралық форумы өтті. Іс-шараға мемлекеттік органдар, салалық компаниялар және дипломатиялық корпус өкілдерін қоса алғанда әлемнің 85 елінен келген 5000-нан астам қатысушы жиналды. Мәскеуде Ресей энергетикалық апталығы 2025 халықаралық форумы өтті. Қазтрансойл акционерлік қоғамы басшылығының делегациясы Транснефть ашық акционерлік қоғамның шақыруымен форумының іскерлік бағдарламасына қатысты. Негізгі іс-шаралар өткен Манеж орталық көрме залында Қазтрансойл акционерлік қоғамның өкілдері форумының ашылу рәсіміне және Транснефть ашық акционерлік қоғамның экспозициясына қатысты. Форум аясында Қазтрансойл акционерлік қоғамы мен Транснефть ашық акционерлік қоғамы өкілдерінің кездесуі өтті. Оның қорытындысы бойынша тараптар 2023 жылғы қыркүйекте Астанада жасалған ынтымақтастық туралы келісімді ұзарту жөніндегі құжатқа қол қойды. Осы меморандум аясында жұмыс топтары арқылы ауқымды жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бізде мұнай құбырларын пайдалану мәселелерімен тікелей айналысатын жұмыс топтары бар. Сондай-ақ ғылым бағыты бойынша да жұмыс топтары құрылған. Меморандум мұнай құбырларын пайдалану саласындағы ынтымақтастықты, Транснефть компаниясы шығаратын жабдықтарды пайдалануды, сондай-ақ ғылыми саладағы өзара іс-қимылды қамтиды. Яғни пайдалану барысында туындайтын мәселелер мен күрделі тұстарды бірлесіп шешу көзделеді. Келісім компаниялардың серіктестік қатынастарды дамыту мен мұнай тасымалдау саласының негізгі бағыттары бойынша бірлескен жұмысты жалғастыру ниетін, сондай-ақ өзара ынтымақтастықты тереңдетуге, кәсіби байланыстарды нығайтуға және мұнай тасымалдаудың тиімділігі мен сенімділігін арттыру саласында тәжірибе алмасуға деген ұмтылысын растады. Атырауда еңбекті қорғау мен өндірістік қауіпсіздік мәселелеріне арналған халықаралық мұнай тасымалдаушылар қауымдастығының отырысы өтті. Мұнай тасымалдау саласындағы жетекші компания өкілдері тәжірибе алмасып, қауіпсіз өндіріс мәдениетін дамыту жолдарын талқылады. Іс-шара барысында Каспий құбыр консорциум акционерлік қоғамының бас директоры Николай Горбанның төрағалығымен қауіпсіз өндіріс мәдениеті атты пікірталас алаңы ұйымдастырылды. Бұл алаңға Қазақстан, Венгрия, Қытай және Ресей елдерінің мұнай құбыры оператор компанияларының қауіпсіздік бағытындағы жетекшілері қатысты. Мұнай тасымалдау саласындағы жетекші компаниялар қауымдастыққа мүше барлық ұйымдарда қауіпсіз өндіріс мәдениетін дамытуға мүмкіндік беретін бірыңғай тәсілдер мен деректер алмасу әдістемесін талқылады. Кездесуде компания атынан өкілдік еткен Қазтрансойл акционерлік қоғамның өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және төтенше жағдайлар департаментінің директоры Асқар Қабыловтың айтуынша, Қазтрансойл басқа қатысушылар сияқты өндірістегі жарақаттану деңгейін нөлге дейін төмендетуге ұмтылады. Сондай-ақ компания еңбек қауіпсіздігі мен мәдениетін бүкіл халықаралық мұнай тасымалдаушылар қауымдастығы аясында арттыруға ықпал ететін мұндай кездесулерді қолдайды. Отырыстың аясында қатысушылар Атырау мұнай құбыры басқармасына қарасты Нұрибек Шыманов атындағы мұнай айдау станциясына барды. Халықаралық делегацияға станцияның өндірістік қуаттары таныстырылды. Автоматтандырылған сорғылардың, мұнайды жылыту пункттері,
Оларды рекуперациялау қондырғысының және резервуарлар паркының жұмысы көрсетілді. Қатысушылар технологиялық үдерістің ерекшеліктерімен, мұнай айдау көлемдерімен және станциядағы қауіпсіздік жүйесімен танысты. Сондай-ақ халықаралық стандарттарға сай энергия үнемдеу мен қоршаған ортаны қорғау шаралары туралы жан-жақты ақпарат алды. Маңғыстау мұнай құбыры басқармасында оқу орталығының ұйымдастыруымен мемлекеттік тілді дәріптеуге бағытталған «Тілім менің тірегім» конкурсы өтті. Байқауға құрылымдылық бөлімшелерден келген 13 қызметкер қатысты. Мемлекеттік тіл менің тілім қағидасын бойтұмар еткен мұнай құбыршылар Маңғыстауда бас қосты. Түрк әлемінің астанасы атанған Ақтауда олар бақтары мен баптарын бәйгеге қоспақ. Компанияның оқу орталығы ұйымдастырған тіл конкурсына қатысушылар мемлекеттік тілдің мәртебесін көтерушілер. Олай болса, конкурсқа куә болайық. Қазақ тілін білуге арналған байқауымызды ашық деп жариялаймыз. Тілім менің тірегім конкурсының негізгі мақсаты компания қызметкерлері арасында мемлекеттік тілді насихаттау, оны үйренуге және кәсіби қызметте кеңінен пайдалануға ынталандыру болып табылады. Ақтау қаласында өткен конкурсқа барлық құрылымдық бөлімшелерден 13 мұнай құбыршы қатысты. Маңғыстау биылдан бастап түркі жұртының астанасы деп танылды. Қойнауына сыр, құшағына жыр бүккен аймақ ұланғайыр даламыздың тарихынан сыр шертеді. Ұйымдастырушылар әрбір қатысушы мен көрерменге тарихтан тәбәрік болсын деген ниетпен ақпараттық көрмеде ұйымдастырған. 2 жылжымалы көрме алып келдік. Бұл Маңғыстау өлкесінің Ұлы Жібек жолының бойындағы солтүстік тармағындағы қалашықтар және де жерасты мешіттері. Осы өлкені білем, көрсем деген адамның барлығы осы жерден қарайға мәлімет алады. Буклет алып келдік, нешегі каталог алып келдік, фотоальбом алып келдік, бәрі қатысушыларға таратып берілді. Тіл байқауы 4 бөлімнен тұрды. Бірінші бөлімде қатысушылар өздерін таныстырып, келген атамекені туралы әңгімелесе, екінші бөлімдегі 2 кезеңде мәдени мұраға көңіл бөлді. Яғни олар түрлі сұрақтарға жауап іздеп, қазақ халқының тұрмыста пайдаланатын ұлттық заттарын экраннан берілген суретке қарап анықтады. Үшінші бөлімде кәсіби қызметке қатысты 3 сөзден сөйлем құраса, 4-ші бөлімде өз өнерлерін ортаға салды. Мені мен менікінің айырылғанын өлді деп атылайды, ол кебілмейді. Байқауға қатысушылардың барлығы да тыңғылықты дайындықпен келген. Шығыс операторлық қызметтер көрсету басқармасының архивариусы Валентина Иванова ұлттық мұралардың көрнекілігін жасаған. Ең бастысы, бұл кітапшаны QR-код арқылы да көруге болады. Бұл жинақтың атауы қазақтың ұлттық мұрасы. Оның ішінде әртүрлі ұлттық заттар, мысалға ыдыс-аяқ, әшекейлер, тағы киім-кешек әртүрлі осылай көрсетілген. Бұл жерде біздің ауданымызда орналасқан 2 музей бар. Сол біреу Қабанбайда, екіншісі Лепсіде орналасқан. Сол 2 музейдің мына жерде экспозициялары бар. Байқау қорытындысы бойынша Валентина Иванова бірінші орынды иеленсе, ақтөбелік Александр Пузанев екінші, ал қарағандылық Фарид Тухватулин үшінші орынға лайықты деп танылды. Барлық қатысушылар әртүрлі аталымдар бойынша марапатталды. Жарыстан шабыттанған олар, бұл конкурс дәстүрлі болса деген ойда. Осындай конкурстар жыл сайын өткізетін болса, ол бізге қазақ тілінің дамытуға мүмкіндігін береді. Конкурсқа көп дайындалдым. Бәрі жақсы өтті. Әлі де үйренеріміз көп екен. Келесі жылы ұйымдастырылса, міндетті түрде қатысамын. Байқау қазылар алқасының да, көрермендердің де көңілдерінен шықты. Жоғары деңгейде ұйымдастырылған шара компаниядағы мемлекеттік тілді дамыту деңгейінен көрініс бергендей. Тілім менің тірегім атты осы Қазтрансойл акционерлік қоғамының қолдауымен өткен байқау өте жақсы өтті. Себебі бұл енді мемлекет тілді дәріптеу болып есептеледі. Тіліміздің болашағына деген үлкен зор үлес деп білемін. Осы бүгінгі конкурсты ұйымдастырған мына жаңа оқу орталығына үлкен алғысымды білдіремін. Барлығы өте
жоғары деңгейде өтті. Шараның өткен деңгейі өте жоғары деп айтуға болады, себебі келген қатысушылар іні бауырларымыз, ер адам болсын, әйел адам болсын, көздерінде от жалындаған. Менің елім, менің тілім, менің қазағым деп тұр. Сол өте қуантады бізді. Жүрекке жылу әкеледі. Тілім менің тірлігімнің айғағы, тілім барда айтылар сыр ойдағы. Өшсе тілім менде бірге өсемін, өшсе тілім менде бірге өшемін. Маңғыстау мұнай құбыры басқармасында компанияның оқу орталығы ұйымдастырған тіл байқауында бақ сынаған барлық қатысушылар осындай ой түйгені қуантады. Бейбіт Бөжен, Алтынгүл Меңдіхан, Мұрат Уақбаев, арнайы корпоративтік телеарна үшін. Шымкент және Атырау мұнай құбыры басқармасында төтенше жағдайлардың алдын алу және қызметкерлердің іс-қимыл дағдыларын пысықтау мақсатында оқу жаттығу өтті. Шымкент мұнай құбыры басқармасының Шолақ Қорған бас мұнай айдау станциясында өткен оқу жаттығуға станция қызметкерлері, Түркістан облысы төтенше жағдайлар департаменті және күзет қызметінің өкілдері қатысты. Шарт бойынша номер 2 мұнай сақтау резервуарына өрт шыққан жағдай орындалды. Дабыл түскен сәттен бастап барлық қызметтер үйлесімді әрі жедел әрекет етіп, техника толық дайындыққа келтірілді. Қатысушылар қауіпсіз аймаққа эвакуация жүргізу және ескерту жүйелерінің жұмысын тексеру іс-қимылдарын тиімді орындады. Ұқсас оқу жаттығу Атырау мұнай құбыры басқармасына қарасты Тарас Қасымов атындағы мұнай айдау станциясында да өтті. Мұнда шарт бойынша номер 1 теміржол эстакадасындағы мұнай тасымалдайтын цистерналарда өрт шыққан жағдай пысықталды. Оқу жаттығуға 7 өрт сөндіру техникасы, 8 автокөлік және 46 қызметкер жұмылдырылды. Барлық қатысушылар үйлесімді әрі шұғыл әрекет етіп, өртті белгіленген уақытта ауыздықтады. Жаттығу барысын бақылаған мемлекеттік органдардың өкілдері дабыл беру, өрт сөндіру және өзара іс-қимыл үдерісіне жоғары баға берді. 10 октября 2025 года. Аталған оқу жаттығуларға Тарас Қасымов атындағы мұнай айдау станциясының ерікті өрт сөндіру жасағы, Зевс энерго мердігерлік ұйымы, Ақберен жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Атырау мұнай құбыры басқармасының апатты қалпына келтіру бекеті, Медикер серіктестігі және қалалық өртке қарсы қызметтің бөлімшелері тартылды. Шартты өртті оқшаулау үшін 4 гидрант және 2 лафеттік оқпан іске қосылды. Өртті жою кезіндегі іс-шаралар тактикалық оқу жаттығудың барлық қатысушылар арасында үйлесімде атқарылды. Таза Қазақстан жалпыұлттық экологиялық акциясы аясында Қазтрансойл акционерлік қоғамы орталық аппаратының қызметкерлері сенбілікке қатысып Астанада 200 түп ағаш отырғызды. Көгалдандыру акциясы Үркер тұрғын алабында номер 33 мектептің маңында өтті. Іс-шараға 200-ге жуық қызметкер атсалысты. Бизнесті қолдау басқармасы тарапынан алдын ала көшеттер, жұмыс құралдар мен қолғаптар дайындалды. Компания қызметкерлері ағаш отырғызу арқылы қалалық аймақтың экологиялық жағдайын жақсартуға және мектеп маңындағы ауданның эстетикалық келбетін арттыруға елеулі үлес қосты. Сондай-ақ олар өз ісімен мектеп оқушыларына қоршаған ортаға және елорданы абаттандыруға ұқыпты қараудың үлгісін көрсетті. Қазтрансойл акционерлік қоғамы осы Таза Қазақстан акциясына сәйкес бүгін осы Үркер 30 мектептің қарамағында 200 адам болып келіп, 200 тал егіп отырмыз. Ауа райы тамаша. Бұған қоса Маңғыстау мұнай құбыры басқармасының аппараты қызметкерлері де Таза Қазақстан қозғалысына қосылып, Өмірзақ ауылындағы орта мектеп аумағына 30 түп алма ағашын отырғызды. Ұйымдастырушылардың айтуынша акцияның мақсаты тек көгалдандыру ғана емес, сонымен қатар өскелең ұрпаққа табиғатта аялау мен қоршаған ортаға қамқорлық танытудың маңызын ұғындыру. Жасыл эстафетаға Шымкент мұнай құбыры басқармасының ұжымы да белсенді қатысты. Қызметкерлер Шымкент магистралдық мұнай айдау станциясының аумағына өрік, шие және үйеңкі ағаштардың 22 көшетін отырғызды. Бұл игі іс Шымкент мұнай құбыры басқармасы ұжымының өңір экожүйесін жақсартуға және қолайлы еңбек ортасын қалыптастыруға қосқан үлесі саналады. Егілген ағаштар станция аумағына қосымша көлеңке мен жайлылық әкеледі. Таза Қазақстан акциясының қарамағында осы қоғамымыз бойынша жылдың басынан бері 76 субботник өткізілді. Сол субботниктардың барысында 140 тоннадан астам қалдықтар жиналынған. Тал егу жоспарының ішінде біз 10 мыңнан астам тал егуге жоспарлағанбыз. Бүгінгі таңға 7 мыңға жақын тал егілді. Осы аптаға арналған жаңалықтар топтамасы осымен аяқталды. Келесі кездескенше.